Бүгін 23 наурыз 2025 жыл жылқыдамыз. Міне шынақ бием туған екен. Мына кеше туған сияқты. Наурызбек па, Наурызгүл ма білмей тұрқ. Осыған ат қойып кетсеңіздер бұйырса. Құрметті оқырмандар, құрметті достарым. Былтырғы қызы айнам көз болды. Мынау айнам көз. Мынаны көзайым деп қоямыз бәлде. Осыны бір айтып жіберейін, әкесі келіп жатыр. Важно. Достар, осыған бір есімін қойып жіберейік. Байзахон деген жігіт бұл. Байзахон. Байзақ деген айғырдың есімі Байзақ. Мұғалжар айғыр. Өте биік, жуан айғыр. Жас қанша? 5 жаста бұл. Шешесі қызғанып. Несін қызғанасың қызынды? Или баланды? Құрғаш сияқты ма? Еркек сияқты. Еркек сияқты. Көреміз енді бұйырса. Бұйырғаны. Байзахон? Байзахон, қалайсың, жақсың ба? О, жаным. Молодец. Байзақ деген жігіт бұл. Молодец. Аллаға шүкір. Әжер ешкімге алдырмай, жұлдырмай. Қыстан аман есен алып шықтың. Бірінші Алланың арқасы. Екінші сенің арқаң. Ақылды жануар. Жаным менің. Молодец. Бұл мойны қандай жуан. Жаным, тіл көзден сен сақтасын, Алла тағала. Міне қанша боран, қанша жауын болды, шашын болды. Бірді жем, бірді шөп шашылмай шықты. 5 жасар айғыр. Міне құйрық жал төгіліп тұр өзінің. Міне қандай. Аллаға шүкір. Чемпионның баласы бұл. Әкесі атақ чемпион. Мұғалжар тұқымды. Байзақ есімді. Аллаға сансыз шүкір. Байзахон, сені маған берген Аллаға шүкір. Молодец. Осылай үйірлеріңізді, айғырларыңызды осылай сипап ұстай аласыздар ма? Комментарийға жазып кетіңіздер. Өз ойларыңызды, пікірлеріңізді. Алғыс айтып жатырмын осы айғырыма. Рахмет деп. Молодец. Так, достар. Биелер кетті. Енді Алла бұйырса күтеміз тағы да жақсы жаңалық. Жақсы жаңалық болып жатса міндетті түрде бөлсем. Достар, комментарийге мына кішкентай құлынға қалай есімін қоямыз, соны айта кетсеңіздер.